Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Мына жағдайды қараңыз. Ой, мына жерде екі жүргізуші жол-көлік оқиғасын тудырды. Ал мына жағдайда сіз өзіңіздің көзқарасыңызбен қай жүргізуші ереже бұзып кінәлі деп есептейсіз? Өзіңіз комментарийге жазыңыз, ал біз талдауға көшеміз. Біз ереже бойынша талдап, сізге түсіндіріп, және осындай жағдайларды болдырмас үшін не істеу керегін дұрыстап айтып өтетін боламыз. Кеттік. Құрметті оқырмандар, бұл жерде қараңыз, ең алдымен мына біздің екі жүргізушіміздің ситуациясын, яғни болған қай жерде тұрғанын айтып өтейік. Volkswagen автокөлігі жолға шығып келе жатып, ол сол оңға поворотнигін жақты, дұрыс жасады барлығын. Оңға сол жағына бір қарады, мына жақта көлік бар ма екен, жоқ па екен деп. Сосын жолға шығып жүрісін бастады. Ал мына жақта келе жатқан Nissan автокөлігі сол мезетте өзінің поворотник жағып жолақ ауыстыруға көшті. Жолақ ауыстырған кезде ол жаңағы Volkswagen автокөлігінің шыққанын көріп тұрып, артынан соғып, жол көлік оқиғасы туды. Енді қараңыз, бұл жерде Nissan автокөлігі тоқтап үлгермеді. Енді кім кінәлі екенін анықтаймыз. Бұл жерде көбісі айтуы мүмкін, бұл жерде Nissan автокөлігінің жүргізушісі жолақ ауыстырып, келіп арттан соқты деп. Біреулер айтуы мүмкін, мына көлік жолға шығып жатып, жол беру керек деп. Енді бұл жерде әртүрлі ой. Енді біз ереже бойынша дұрыстап талдайық. Қараңыздар, мұқият қараймыз. Құрметті оқырмандар, ең алдымен бізде былай болсын. Мына ереже бойынша бізде жолға шыққан кезде не істеуіміз керек? Жолға шыққан жүргізуші мына айналасындағы, көліктің айналасындағы жағдайдың барлығын бақылап біліп отыру керек. Ұйықтап отырмау керек. Түсіндіңіз ба? Міне қараңыз. Бұл жағдайда Volkswagen автокөлігі жүргізушісі, біз мына Nissan автокөлігінің ракурсынан қарайық. Nissan автокөлігі жүргізушісі алдынан не көріп тұр, қандай жағдай көріп тұрған қарайық. Қараңыздар. Міне Nissan автокөлігі жүргізушісі жүргізіп келе жатыр. Осы кезде ол жолақ ауыстырмақшы болып шешті. Жолақ ауыстырып жатқан кезде міне қараңыздар, ешқандай кедергі жоқ, түсіндіңіз ғой? Демек ол жолағын ауыстыруға әбден мүмкін деп шешті ол жүргізуші. Енді Volkswagen жүргізушісінің жағдайын қарайық. Бұл Volkswagen жүргізушісі жолға шығар алдында солға бір қарады. Солға бір қарады. Сосын ешқандай ол жолақта көлік жоқ екеніне көз жеткізе отырып, жүрісін жалғастырып жолға шықты. Енді құрметті оқырман, ережеде былай айтылады. Сіз тұрғын аймақтан шыққан кезде жолдағы барлық көліктерге жол беріп барып шығуыңыз керек. Енді бұл Volkswagen жүргізушісі солай жасауға тырысты. Бірақ мына Nissan автокөлік жүргізушісі жолағын ауыстырып келіп, оған жаңа жол көлік оқиғасын тудырды. Бірақ енді бұл жерде ол Nissan автокөлігі жүргізушісі мына жолақ ауыстырып келгені мына Volkswagen жүргізушісін ақтамайды. Яғни Volkswagen жүргізушісі бұл жағдайда дұрыстап бағалап асықпай шығу керек еді. Себебі ол білу керек, ол алдын ала болжау керек. Мына көлік аяқ астынан жаңағы жолақ ауыстырып қалса, ол тоқтап үлгермейді мен шыққан кезде дейді. Ереже бойынша жүргізушілер қандай да бір маневр жасаған кезде басқа жүргізушілердің кенеттен жаңағы апаттық жағдайда тежеуіне, оның жүрісіне кедергі келтіруіне тыйым салынады. Яғни мына жерде Volkswagen автокөлігі ол шығып, ана көліктің жылдамдығын азайтуына кедергі жасады және апаттық жағдайда тоқтауына әкеліп соқтырды. Енді қараңыз, құрметті оқырман. Ал Nissan автокөлік жүргізушісіне бұл жерде оған да мұқият болу керек еді. Ол мына жақтағы көлік, ол жолақ ауыстырып жатқан кезде жолға шығып қалады деген ода да ой болу керек еді. Бірақ енді бұл жерде біреуді жазалау керек болады. Біреуді жазалау үшін біз мына Nissan автокөлігі мына жолақта болса да, мына сол жақ жолақта келе жатса да, қай жолақта келе жатса да, ол басты жолда келе жатыр. Сондықтан да ол кінәні алмайды, кінә мына Volkswagen автокөлігінің жүргізушісінде. Құрметті оқырман, қараңыз, қандай бұл жерде екі түрлі жағдай. Қараңыз, мына жүргізуші де өзінше жаңағы дұрыс, мен бір қарадым, ешқандай көлік болмады, сосын барып жолға шықтым деп айтуы мүмкін. Ал мына Nissan автокөлігінің жүргізушісі ол да айтады. Мен бүйтіп жолға ауыстырайын деп жатқан кезде, мына жақта ол көлік тұрған, әлі жолға шықпаған деп. Түсіндіңіз ба? Бұл жерде екі көліктің де айтып тұрғаны рас, бірақ мына Volkswagen автокөлігінің жүргізушісі кінәлі, себебі ол өткізу керек. Енді осындай жағдайға алып келмес үшін не істеу керек? Осындай жағдайға алып келмес үшін жылдамдықты асырмау керек. Жылдамдықты асырмасаңыз, сіз дер кезінде тоқтай аласыз. Жылдамдықты неге шектейді? Жылдамдықты сіздің тоқтау қашықтығыңыз сол дер кезінде тоқтауға мүмкін болу үшін жылдамдығыңыз қала ішінде, қаланың сыртында, басқа жерлерде шектеледі. Жылдамдықты сізге айыппұл салу үшін шектемейді.
жылдамдықты шектейді. Сіздің тоқтау ұзақтығыңыз, мысалы сіздің 110 км/сағатпен жүрсеңіз, сіздің тоқтау жолыңыз ұзақ болады. Ал егер сіз 60 км/сағат жылдамдықпен жүрсеңіз, сіздің тоқтауыңыз қысқалау болады. Түсіндіңіз ба? Яғни сіз дер кезінде тоқтауға сізде мүмкіндік бар. Міне, осыны жылдамдықты асырмау керек және мұқият болу керек, алдын ала ойлау керек. Мына жүргізуші қазір қатты жылдамдықпен келе жатып жолақ ауыстырып қалса не істеймін? Немесе мына сіз Nissan автокөлігінің жүргізушісі болсаңыз, жолақ ауыстырар алдында мына қиылыстан қазір ана көлік аяқ астынан шығып қалса, осындай жағдай орын алады деп қиылыстарда сіз былай жаңағы басып озу жасаудың қажеті жоқ бұл жерде. Түсіндіңіз ба? Барлық қауіпсіздік шараларын сақтап жүргеніңіз абзал. Себебі өзіңіз көріп отырсыз, бұл жағдайда екі жүргізушінің де былай ғой, мен былай ғой деп айтатын шындығы бар. Бірақ енді бәрібір де бір жүргізуші бұл жерде жазаланады. Түсіндіңіз ба? Өтеп береді. Сондықтан да құрметті оқырмандар, жолда абай болып, бір-біріңізді сыйлап, өткізіп жіберіп, қажетті жерде ережені түсіндіріп жіберіп, бір-біріңізге мәдениет, жүргізушілік мәдениетін сақтап, жол ережесін сақтап жүрсек, барлығымыз аман, барлығымыз ешқандай жүйкемізді тоздырмай, көлігімізді сындырмай, сау саламат болып жүреміз. Назарларыңызға рахмет. Біздің каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, осы видеоларды таратыңыз.